аймағымыздың абыз ақсақалы, ақын, еңбек ардагері, Қазақстанның құрметті журналисі, Ұлытау ауданының құрметті азаматы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, бірнеше кітаптың авторы Мағзұмбек Машайықұлы 1939 жылы Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы Терсаққан ауылында дүниеге келген. Қарағанды мемлекеттік университетін және Алматы жоғары партия мектебін бітірген. Мектепте жүріп жазған мақалалары аудандық газет беттерінде жарияланып, тырнақалды өлеңдерде сол кезде көпшіліктің жүрегіне жол тауып жатады. Мағзұмбек аға еңбек жолын Шеңбер ауылында жүргізуші болып бастайды. Оның өлке тарихына, дала шежіресіне жақындығы осы тұста басталған сияқты. Қан қадарып сүйекке бекіген қаламгерлік қасиет көп ұзамай оны шығармашылық жолға алып келеді. 1967 жылы қалам қуатымен танылған Мағзұмбек ағаны Жезді аудандық партия комитеті шақырып, аудандық Октябрь ту газетіне аға әдеби қызметкер етіп қабылдайды. 1968 жылы Қарағанды облыстық телерадио комитетінің ауыл шаруашылық бөлімінде радио хабарын ұйымдастырушы қызметін атқарған. 1972-1977 жылдары Ұлытау аудандық Ұлытау өңір газетінде әдеби қызметкер, редактордың орынбасар қызметін атқарады. 1977-2011 жылдар аралығында Ұлытау өңір газетінің редакторы болады. 2011 жылы редактордың орынбасар қызметіне ауысып, бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы жұмысын жалғастырады. Мағзұмбек Машайықұлы облысымызға танымал қаламгер, бақ ардагері, өлке тарихының тамыршысы, шығармашылық жолында өз биігін бағындырған жан. Қаламгер ағаның Ұлытауда ұлар бар, сен мен үшін ақтанат періштедің, жүректе ұят ар болсын, қанды бұлақ аталатын кітаптары Ұлытаудың қатпар-қатпар тарихын зерделеп, өңірдің өшпес шежіресін жасап келе жатқан, қалам қарымын таныта білген ақын ағаның айтулы дүниелері. Биыл 85 жасқа толған, еңбек жолын бастағанына 65 жыл болған ағамыз адал еңбек үшін бірнеше мәртебелі медальдармен, құрмет грамоталармен, алғыс хаттармен, құрметті атақтармен марапатталды. Мағзұмбек аға шығармашылық жолын Ұлытауында бастап, қаламгерлік қарымын Ұлытауында жүріп танытқандарын. Ұлытау ақын ағамыздың музасы, тәуекел киесі. Қайырлы күн, құрметті өнер сүйер, әдебиет сүйер қауым. Атақты Максим Горький ақсақалымыз ең керемет қызмет жер бетінде адам болып жүру. Абайдың да айтып кеткені осындай: адамды сүй, Алланың хикметін сезген. Біздің алдымызда қара ормандай ағаларымыз болған. Сол ағаларымыздың өмір жолын, өмірлік ұстанымын өз таразымызға салып салмақтасақ, олар да жаңағы айтып кеткен ірілердің сөзін өмірлік ұстаным еткен сияқты. Міне бүгін 80-нің 5-еуіне келіп отырған Мағзұмбек ағамызда сол үлгі тұтатын тағылымы бар, тағдыр жолы бар үлкен ағаларымыздың бірі. Мағзұмбек аға, тойыңыз құтты болсын. Тойдан тойға жетейік. Құттықтау сөз Ұлытау облысы әкімі аппаратының басшысы Жайлыбаев Абзал Әлібұлына беріледі. Құрметті Мағзұмбек Машайықұлы, сіз қаламды серік еткен саналы ғұмырыңызға Ұлытау өлкесін жырға қосып, өңірдің тарихында өз қолтаңбаңызды қалдырып келесіз. Ал бүгінде өзіңіздің жүріп өткен жолыңыз, ақпарат саласында сіңірген мол еңбегіңізбен тағдыр жолыңыздың өзі бір тарихқа айналды. Ұлтқа өзіңіздей шын жанашыр азаматтар ғана қызмет ете алады. Осы тұлғалық қасиетіңіз бен қастерлі өлкенің қасиетті дарыған адамгершілігіңіздің арқасында туған жерге туын тіккен сіздей перзентті Ұлытау жұртшылығының еңбектеген баласынан еңкейген қариясына дейін қадір тұтады. Арқалы ақын Абыз Ақсақал Мағзұмбек аға, 85 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінде сіз салған сара жол даңғыл жолға айналды. Ұлытау өңір газетінде алдымен журналист, 35 жыл бойы бас редактор қызметінде жүріп, басылымды басты ақпарат айнасына айналдырдыңыз. Сізге қарап бірнеше дарынды қыз жігіт журналистика саласына құмартты. Тәрбиеңізден өткен шәкірттеріңіз барда сіздің тұлғалық қасиеттеріңіз тұғырдан түспейді. Мерейлі күнде сізге ұзақ өмір, мықты денсаулық тілеймін. Қолыңыздан қалам түспей, игілік жолында еңбек ете беріңіз. Құрметпен Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы. Көп рахмет. Шапан басына
бөрік облыс әкімінің ықылас гүлі. Ана ортада. Көп рахмет Абзал Әлиұлы. Бүгінгі кешімізді Ұлытау туралы тамаша бір әнменен шымылдығын ашайық. Маған өзінің осы Ұлытауда туып, Ұлытауда өмір сүріп өткен адам. Ешқайда қозғалмады. Әйтпесе мақамды асты Алматыда баратын болса құшақтайып қарсы алар еді. Басқа үлкен ірі мегаполис қалаларда қарсы алар еді. Бірақ өзінің сол Терісаққанында туып шеңберінде өсіп Ұлытаудың бауырында күні бүгінге дейін бақытты ғұмыр кешіп келе жатыр. Маған мынау ән Ұлытау деп аталады. Жалын Сыздықовтың әні орындайтын Ұлытаулық өнерпаз Қазақстан дауысы тележобасының 3 айналымында үздік деп танылған әншіміз Әсет Көшербай.
әсет көшербай деген ұлдарымыз. Біз Мақаңның өкшесін басып келе жатқан ұрпақ. Бұл кісі біздің көз алдымызға үлгенін көріп, осысының тәрбиесін алып өсіп өндік. Мінекей Мақаң өзінің еңбегімен, адалдығымен, жаңағы жүргізуші айтқандай керемет бір өзінің қасиетімен көзге түскен азаматтың біреуі. Ұлытаудың ауданның облыс болсын, бұрынғы облыс болсын, қазіргі облысымыз болсын, аудан болсын, соның экономикасын, мәдениетін жарыққа шығарып, халыққа жария етуге өзінің үлесін қосып келген азамат. Сондықтан Мақан, Назымбек аға, еңбегіңіз жемісті болсын. Өсіп өркендеп балалардың қызығын көре беріңіздер. Жақсылық болсын. Денсаулығыңыз мықты, әр уақытта қуанышта, көпшіліктің ортасында кездесуге Алла нәсіп етсін дегім келеді. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, ардақты ағайын. Міне бүгін бір керемет кеш өтіп жатыр. Бұл кеш енді Ұлытаудан құрметті азаматы Мағзұмбек ағамыздың ғана кеш емес, бұл ойлаймын осы Ұлытау ауданының жұртшылығына ортақ кеш деп. Жаңағы айтқан ақсақалымыз Әлімбек ағаның сөзіне қосыла отырып, ағамызға иығына шапан, астына ат мінгізгім келіп отыр. Денсаулығы мықты болып, мына жерде жазылған біздің құттықтау хатымыз бар. Немере шөберелеріңізбен кешке қарата соны оқып қызықтайды деп ойлаймын. Тойларымыз тойға ұласа берсін. Рахмет. Мағаңның Қандыбұлақ деген кітабы бар. Соның ішінде осы Ұлытау жезқазған жеріндегі тарихи, мәдени ескерткіштер туралы, тарихи орындар туралы жазылған бір тамаша тәп-тәтті әңгімелер жинақталған сол кітапқа. Соның ішінде Жұмбақ көл деген бар. Сол Жұмбақ көлді оқып менің өзім таңқалдым. Ұлытаудың басындағы көл туралы. Ол көл үнемі тұрмайды екен. Bir сәтте жоғалып кетеді, келесі бір сәтте қайттан толып тұрады деген сияқты. Сол орнына барған адам екен. Мен ойланатынмын, маған осы шалық деректерді қай уақытта жинап, қай уақытта сол қоржынына салып алды екен деп. Бұл кісі мектеп бітіргеннен кейін жүргізуші болды. 6-7 жылдай. Сол баяғы советтік гашписатагенменен бармаған жері жоқ деп ойладым. Ұлытаудың жерінде. Сол жүргізуші болып жүрген кезінде өңірдің тарихын ақырындап, тамтымдап, жинап ала берген сияқты. Кейіннен бірақ Алла тағала қанына дарытып, сүйегіне бекіткен ақындық деген қасиеті бар, жазуға құмарлық деген қасиет бар. Осының барлығы Мағаңды жүргізушіліктен алып шығып, қаламгерлік жолға салып жіберген сияқты. Мағаңның төсінің өңірінде пресса деген жазуы бар, значокты көргеніме менің 40-30 жылдай болып қалды. Жаңа құттықтаушылардың барлығының аузында жаңағы бұқаралық ақпарат саласына сіңірген еңбегіні айрықша екпін беріп айтып жатқандығы сондықтан. Оны айтып отырғандағым, Жезді аудандық партия комитеті Мағаңды мектепте жүріп жазған мақалалары бар, жүргізуші болып жүріп жазған мақалалары бар. Соның бәрін көріп қап, қабілетін салмақтап, Мағаңды жаңағы Октябрь таңы газетіне, Жезді аудандық газетіне шақырып алып, әдеби қызметкер деген қызметке орналастырады. Содан бастап, осы уақыттан бастап Мағаңның журналистік жолы басталды. Мұқаш ағамыздың бір айтып жүретін анекдоты бартын. Журналистік дегеннің кереметті газетпенен шыбынды да өлтіруге болады, әкімді де өлтіруге болады. Ол прессаның күші, прессаның қолында үлкен қарудың бар екендігі. Маған сол жолға, сол қызметке өзінің терін төгіп барын салып келетін ағамыз. Октябрь туы газеті Мағаңның өмір шығармашылық, қаламгерлік, журналистік жолының бастауы. Ұлытау газеті Мағаңның кәдімгі өзінің қара шаңырақ сияқты, өсіп-өнген қара шаңырақ сияқты. Осы Ұлытау газетінен бүкіл ұжымның сәлемін алып,
бас редактордың орынбасары Жұмабаев Қайрат Кенжеғұл келіп отыр. Қайрекет, сөзсіздікі, сөзсіздікі. Махан ақын әрі журналист. Осы Ұлытау газет үн жариясында 40 жылдай редактор болды. Біз Маханның шәкірттеріміз. Махан негізі адалдықты, әділдікті ту еткен ақсақал. Сонысымен әріптестерінің алдында құрметті, сонысымен желестерінің алдында сыйлы. Біреу бұл 85 жастың биігіне таяқ ұстап шығады, енді біреу еңкейіп шығады, не болмаса ентігіп шығады. Ал Махан болса 85 жастың биігіне ентікпей, еңсесін тік ұстап шықты. Бұл Маханның сүйегінің асылдығы. Бәрімізге ол жұмысты болсын. Ауылым Ұлытаудың даласында сауғайың дейді қызылларша арасындай күй бар ма, өлең бар ма, жүрген қазақ баласын-ай. Ау әдиді-дәйдем, ау әдиді-дәйдем, ахоу, әгәгәгәк, әгәгәгәк, әгәгәй, әгәгәгә, Ұлытауым. Айыртау Ұлытаудың құрамасы сияқты қатар тіккен үй арасы. Көлде құс өрдек игі сайда тоты өзіңсің обей, дейді, туған жерім жыранасы. Ау әдиді-дәйдем, ау әдиді-дәйдем, ахоу, әгәгәгәк, әгәгәгәк, әгәгәй, әгәгәгә, Ұлытауым. Рахмет, Ғалеке. Мағанның кім екендігін бізден гөрі жақсы білетін осында азаматтар, ағаларымыз отыр. Ортаға сондай ағаларымызды шақырайын деп отырмын. Мағанның сыралғы досы, замандасы, ішкі істер саласының ардагері, милиция полковнигі 84 жасқа келіп, ол кісіде өзінің биігін танытып отырған ағамыз Базылбеков Мейрам ағаны, Мағанның бауыры, еңбек ардагері 78 жасқа келіп елді қуантып отырған Балдуов Әділбек Машайықұлын және Мағанның қаламгер інісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, айтыс ақтаңгері, қазақтың дәрида ақыны Мұқаш Сейтқазиев шақырамыз. Мағанның қай өлеңін алсаң да мен үшін бір тәрбиелік мәні бар. Жаман кеткен жақсылық зая кетеді, сәл нәрседен жалтайтып тая кетеді. Өзің берген сүйіндіп балдағыңды өзіңдіріп жұғатын тая кетеді дейді. Көңілім сан жырып жамалдымын, көріп мен пенделердің жамандығын, мейлі ол жақсы болсын, жаман болсын, тілеймін жан біткеннің амандығын дейді. Қалай керемет сөз. Біз жамандық жасаған адамға бір жамандық жасасын деген болады ғой. А жоқ, бұл кісінің жүрегінің кеңдігі мінекей сондай. Ал енді
ақынның қай өлеңін алсаң да бір тәрбиелік мәні бар. Бұл кісі айтады, тойларыңды бөлініп тойламашы, ортақ бізге әжеңнің қойған асы, татулыққа не жетсін тіршілікке, бір-біріңе жаманды ойламашы. Мансап шенге байлыққа қызықпайық, бұл өмірді бірлесіп қызықтайық. Демеп жүр достыңның қолтығынан аңтарсыз аяқ кетсе тайып дейді. Азаматқа, достарға осылайық дейді. Бұл тура сөз ғой. Өмір алтын шығатын ұямыз ғой, татулық шығар бір қиямыз ғой. Бірімізді біріміз күндемей, некен бәріміз сиямыз ғой. Тура сөз ғой. Осындай ақылмен неге мен жолдас болмаймын? Неге мен оғысын сыйламаймын? Неге халық оғысын сыйламайды? Осындай сөздер үшін сыйлайды. Бірақ бізде кейде бұл кісінің жаңағы шығармалары аз тиражбен шығады да көпшілікке қолы жетпейді. Бұл кісілердің жазған осындай жас ұрпақтарға тәрбие беретін кітаптарын мүмкін бір мектепте, бір үйімде оқып, осын әрі қарай марапатта таратса, бұл әуел болар еді. Ағайын, құтты болсын мына думан, халқымды қуанышқа куә қылған. Біз Мақаңмен екеуміз шежірелі шеңбер деген боламыз бір ауылдан. Мақаңмен бір өзеннің суын іштік, ағыны боп өмірді ұғыныстық. Сұлтан емес, ұлтаудың ұлтаны боп туған елдің төріне ту ілістік. Ұмытылмас кездер көп ұлғайсаң да, қызыққа батушы едік қар лайсаң да. Біз тұрдық жаңылғанның жырасында, Мақаң тұр қарсы бетте Наймансайда. Арғанаты бауырын абат дермен, биігінде қар өлең қанат керген, марқұм Мақаң жұбайы Нұргүл ұстаз маған әдебиеттен сабақ берген. Мақаңдар қар өлеңнің қаранары, шеңберліктер шайыр боп жаралады. 80-нің бесеуіне келсе дағы қолында сол қауырсын қалам әлі. Сол ауылдан басталған жолдың басы, туған жер алтын бесік, сөздің расы. Мақтансақ, Мақаңменен мақтанайық, Ақсақал ауданымның төл құрдасы қадір. Құрметті қалай, бүгін біздің әулетте үлкен той болып жатыр. Мына енді жиналған қауымға және де мынау осы кешті ұйымдастырып жатқан облыс әкімшілігіне, аудан әкімшілігінде, мәдениет бөлімінің басшыларына көп рахмет айтамын. Мағаңның кім екендігін мына кісілер сөйлеген кісілерден де жақсығып жеткізетін бір күш бар. Ол Мағаңның жүрегінен шыққан өлеңдері. Сол өлеңдерін осында бір топ ақын бауырлары қазір оқып береді. Сіздер қабыл алыңыздар. Сахнаға олар әдеби тобы клубының мүшелері, есімдері облыстан асып, республиканың сүйер жұртына белгілі бола бастаған бауырларыңыз Абай Ораз, Жанат Әбдіғожин, Қанат Мусин, Мұқағали Сейітқазы. Және осы 4 ағасының жанынан Мағаңның немересі Тұмарым Айқынды да көргіміз келеді. Сол баланы да шақырайық. Өлең тыңдайық. Көтер алмас жүгі бар, атанның да, нардың да, бал татитын кезі бар, тәп-тәпті шырын балдың да, сырды айналар кезі бар, туыстың, достың, жардың да, еритін бір кезі бар, мәңгі мұз бен қардың да. Тәуелдісің адамдар тағдырының алдында, қандай жағдай болса да, топан су қаптап толса да, қарыздарсың адамзат ата-анаңның алдында. Сен мен үшін арусың енді тумайтын, сен мен үшін қызусың мәңгі суымайтын, сен мен үшін жүректе күре тамырсың, бойымда бір сәт сезімде мәңгі тулайтын.
Сен мен үшін тәттісің ешкім татпаған, сен мен үшін асылсың ешкім таппаған, сен мен үшін аққусың айдың көлдегі, тәуекел етіп атуға ешкім батпаған. Ажарың сенің көктемгі күндей арайлы, қарасаң күліп жаным ашуақ тарайды. Көрмесем деймін жабырқау тартқан жүзіңді, жүрегім дәйім күлкіңді сенің қалайды. Бір сезім бойды билеп алды дағы, көңілдің аласұрлы арғымағы, қалықтап қиялымның қарлығашы, шабыттың сылдырлайды бал бұлағы. Бойымды билеп алды көңілділік, қарайды бар тіршілік, өмір күліп. Әуені табиғаттың сүйемелдеп, ән салам таң атқанша төгілдіріп. Арғымақ тоқтар емес алып қашқан, сұқтана көзің сүзіп қалыптаспан. Мен бір кез ғажайып бір күй кешемін, құбылып қалуымнан қалыптасқан. Бұл бір сәт ойда сезім елте тұғын, бұл бір сәт көңіл күйің шерте тұғын, бұл бір сәт шабытымның шарықтауы, бұл бір сәт көңіл мұзым ерте тұғын. Осындай сәтте қайтем өлең өлсе, тұлпарем тулар бәйге төбе көрсе, жырларем таң атқанша, күн батқанша, шабытым келе берсе, келе берсе. Маңдай тіреп келсең есік қақпашы, достар ғашық біздің үйдің қақпасы. Кірсең кәне шаңырағым төрімде, төрмейін қабағымды бақпашы. Отыр дәмтәп дархан дастарханымнан, аярым жоқ адал жақын жанымнан. Жүрегімде жалындайды бір сезім, жаралғандай жаным отпен жалыннан. Дүниесі болмаса да қаттаған, жоқ болса да өрістем ал қаптаған. Бір күн ішер асы болса өзі ішпей, атам қазақ мейманына сақтаған. Бұл дастархан сан ғасырлар елшісі, жоқ қой одан ас ішудің ерсісі. Мейманына ықылас пен дәм беру алашымның бөлінбеген еншісі. Мағаңның немересі тұмарым. Біз кетеміз, қалмайды өмір тоқтап, фәни дүние қайғырмас бізді жоқтап. Келгеніңді жалғанға білер ұрпақ, өшпейтіндей артыңда қалса соқпақ. Олай болса, мен осы не тындырдым, не нәрсені бүтіндеп не сындырдым. Ертең менің артымда із қалмаса, неге келдім өмірге, не үшін жүрмін? Бәйтеректей саялы шайқалмасам, нық тұрмасам дауылда шайқалмастан, мен кеткенде еске алып айта жүрер бір ісім мен еліме байқалмасам. Таза ұстадым кіршіксіз арымды мен, кейткем жоқ атанам жарымды мен. Дұшпаныма жамандық тілемедім, досым үшін қиямын жанымды мен. Ел көрмесе еңбегің жемісті емес, жақсысыңды ешкім де терістемес. Жоқ демеңдер, мен демін толып жатыр, мен де адаммын, күнәсіз періште емес. Бәйтеректе әйтеуір бір күн сынар, соғып тұрған жүректе бір күн тынар. Мынау қысқа өмірде адамдардың жақсылыққа болса екен жаны құмар. Көп рахмет. Мағаңның ақын бауырлары, немересі. Мектепте жүріп өлең жазған маған ауылда балақын атанады. Сол балапан жырлары, балғын өлеңдері кейін ағысын күшейтіп, арнасын кеңейтіп, алып өзендерге қарай бет түзейді. Оның жарық көрген 4 жыр жинағы, жаңаға оқылған өлең, осылардың бәрі соның дәлелі болса керек. Кезінде Мұхамеджан Қаратаевтың, Сырбай Мәуленовтің,
Ғафу Қайырбековтың, Қадыр Мырзалінің, Ақселеу Сейдімбековтың ыстық ықыласына бөленіп, ақ батасын алған маған үлкен ақын ретінде жұрттың құрметті тұлғасына айналды, қаламгеріне айналды. Сәл өткенге көз жүгіртей, жаңа Мұқаш ақын бір тарихтың ұштығын шығарып кетті, Нұргүл апамыз жөнінде, Нұргүл жеңгеміз жөнінде. Ұстаз, ұлағатты ұстаз 1967 жылы маған екеуі кездесіп, өмірлік бірге болайық деген сенімге бекіп, шаңырақ көтереді. Осы екі кісінің өмірін білетіндер айтады. Мынау жаңағы өлең оққан бауырларының өзі айтады. Мағзұмбек ағаменен Нұргүл жеңгеміздің арасында әңгіме бітпеген дейді. Әңгімесі бітпеген ғашықтар екен. Бірін іздеп отыратын. Бірақ өкінішке орай өмірдің өз заңы бар, өзінің пәрмені бар. Ол кісі Нұргүл апайымыз қазір ортамызда жоқ. Ол кісі мына төрде 85-ке келіп отырған мағаңның сол сары жалқын сағынышына айналып кеткен тұлға. Нұргүл жұбайына арнап қаншама өлеңдер жазды. Тіпті сен менің ақ қанатты періштемсің деген жыр жинағын марқұмның рухына бағыштады. Жаңағы Мұрат Қанат Мусин оқыған сен мен үшін деген өлең кейіннен осы ән жазылып, жұрттың сүйікті әндеріне айналды. Сол әнді тамашалап көрейік. Сен мен үшін әні сөзін жазған Мағзұмбек Машайықұлы, әнін жазған ұлытаулық сазгер Батырлан Баймағамбет орындайтын мағаңның қызы Бейсенкүл Машайықова. Sen
Ой, бәрекелді. Бейсенкүл Машайықова, Мағаңның қызы. Енді міне көріп отырсыздар, ақ көйлек киіп, ақ көйлек тебіп кеп отырған алтын асықтай балалар Мағаңның немерелері. Гүлниса, Жанару, Жансая, Кәусар, Айғаным есімді немерелері аталарын құттықтауға келген екен. Қабыл алайық. Қуаныштың жұпары бар демінде, бүгінгі күн нұр құяды көңілге. Мен қалайша қуанбайын ағайын, 85-ке келген атам төрімде. Қалам қағаз атамыздың құралы, қарт ұлытау рух берер раны. Еңбегімен елге сыйлы атамыз 85 биігінде тұрады. Атамыздың таусылмайтын жыры тау, жүрегінің жылуы мен нұры тау. Атамызды ақын етіп жіберген арған аты кіші тау мен ұлы тау. Дейді атамыз ұлы тауым қазығым, сүйем сенің тау мен тасың жазығын. Ақ шашында өмір дейтін дастан бар, оқи алсақ маңдайдағы жазуын. Қаламымен келген елді қарата, бар салада өз үлесім бар ата. Журналистік жолыңызда тарих бар, 85 жас құтты болсын жан ата. Көкірегінен өлең болып күйақты, биік қойда арадалдық ұятты. 85-ті биігінен көрінген атамыздың өзі де тау сияқты. Өткен күнден гөр кіреті өткен көш, жүр жасамыз Алла оны көп көрмес. Біздер үшін ақын ата боласыз, құтты болсын 85. Ой, бәрекелді. Гүлниса, Жанару, Жансая, Кәусар, Айғаным деген немерелер Мағаңның. Ардақты жерлестер, жанашыр жандар де бүгін шығармашылық кешке келіп, ақ тілектеріңізді айтып, ақ баталарыңызды беру үшін келіп отырғандарыңызға шын жүректен алғыс айтамын. әрқайсыңыздың отбастарыңызға, ұрпақтарыңызға, әулеттеріңізге өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Халқым менің сүйенішім, тірегім, Алладан соңғы қамқоршылығымды білемін. Халқымыздың амандығы, бақыты әрқашанда менің тілегім. Мен табиғаты тарихқа, бауыры байлыққа толы, бауырында байлық шалқыған тастары кен боп балқыған, ұлтымыздың ұланбайтақ ұлы даласы, халқымыздың құтты мешітханасы, қасиетті дәккілік киялы Ұлытауда туып өскенімді мақтан етемін. Менің мақсатым осы туған жердің тарлан тарихын зерттеп жазып, кейінгі ұрпақтарға қалдыру. 85-ке келем биыл тамызда басқа сөзден әлі қолым дүзгем жоқ. Ақыр демім біткенше іздеймін, басқа сөзден қолымды еш қашанда үзбеймін. Көп рахмет. Айтқаныңыз келсін. Мағаң жаңа өзінің сөзінде менің Ұлытауда туғанымды мақтаныш етем деді. Мағаңның маңдайына 18 мың қаламның иесі Алла тағала осы бақыт жазған екен. Тағдыр тақтасында бұл кісінің Ұлытаудың ұлы деген жазу бар екен. Осы ұзағынан болсын, осы бақыты ұзағынан болсын ағамыздың Ұлытау әнімен басталған тамаша сырласу кешімізді Ұлытау әніменен тамамдауды жөн көрдік. Жарасқан Төлебайдың әні Ұлытау, сөзін жазған Мағаңның ақын бауыры Медет Қарахмет, орындайтындар Бексұлтан Барақбай және Ақжол Әмірхан.
фестивалінің аясында ұйымдастырылған өмірі өлеңмен өрілген атты шығармашылық кеші Мағзұмбек ағамыздың соңына жетті. Жақсы күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар. Бағаның Мейрам ағамыз айтқандай, Мағанның 100 жасына толған тойында 4 көзіміз түгел, қатарымыз сиремей аман есен жетейік.